келеді, 14 күннен асып кеткен дейді. Отказ береді, ол отказды аласыз, сотқа жазасыз, менің малым тіркемей жатыр деп, сот решение қабылдайды, тексеру жұмыстар жүргізіледі, ұрлығы емес, қайдан пайда болды, қашаннан бері сізде жүр. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма, барлығы дұрыс па, мал жандарыңыз аман ба? Кеше ветеринария қызметкерлермен жиналыста болдық. Ол жерде көтерген мәселе 14 күнге шейін малды, жаңадан туылған малды, любой малды тіркеу мүмкіншілігі 14 күн ішінде. Одан асып кететін болса тіркей алмаймыз дейді. Яғни қазірден жаңадан туылған қой, сиыр, анау-мынау болатын болса, комплектовать етіп, 2-3 бола ма, жоқ 20-30 бола ма, бір заявлениені тастайсыздар ветеринария қызметкерлеріне. оқтан адамдар келеді, көреді, тексереді, 14 күннен аспаған болса, құлақтарына сырға салып, тегін сырғаны салып, базаларына ендіреді. Екінші комплект жиналған кезде тағы да заявление жазасыз. 14 күннен асып кеткен малды олар тіркей алмайды екен. Енді қазір сіздің қораңызда тұрған 20 бұқа, 15 қой, 100 ат, 1000 жылқы болса да, сіз заявлениені жазасыз, ол қызметкерлер келеді, 14 күннен асып кеткен дейді, отказ береді, ол отказды аласыз, сотқа жазасыз, менің малым тіркемей жатыр деп, сот решение қабылдайды, тексеру жұмыстар жүргізіледі, ұрлығы емес, қайдан пайда болды, қашаннан бері сізде жүр, сізде жүрген болса неге уақытылы тіркемеген, сатып алған болсаңыз кімнен сатып алдыңыз, соған штраф қоя ма, үйте ма, бүйте ма, оны тексереді. Итого соттың решениесі болды, бәрін тексердік, бәрі дұрыс десе, штраф салып, мүмкін рұқсат береді. Содан кейін ветеринария қызметкерлері соттың решениесін алып, тіркелсін деген болатын болса, қаулы, онда олар министерствоға жазады, сіздің атыңызға зеленый коридорды ашады, барлық малыңызды тіркейсіз, может штраф төлейсіз, может төлемейсіз, әйтеуір сондай машақаты бар екен. Сол себептен көзіміз ашық, көкірегіміз ояу болу үшін уақытылы тіркеп, базада жүрейік, малымызды, қорамызды, жайымызды. Екінші мәселе ол, қорамыз, малымыз бәрі базада тұрғаннан кейін, ветеринария қызметкерлері қанша малың бар екенін біледі, соған лайықты сізге керекті дәрі, дәрмек, вакцина, укол бәрін дайындайды, тегін. Қанша укол жылына салу керек? 1 айдан кейін, 3 айдан кейін, 6 айдан кейін, жылына 2 мәрте салу керек па? Солардың барлығын тегін салып беруі тиіс. Одан кейін сіздің қораңыз бола ма, аткорм базаңыз бола ма, жай үй бола ма, дезинфекция жасауды да олар тиіс. Олардың барлығына мемлекет тарапынан ақша бөлінген. Анау үйтіп жатыр, мынау бүйтіп жатыр, ақша сұрап жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дейтін болсаңыздар, онда ол мемлекеттің бағыты дұрыс емес, ал істеп жатқан адам дұрыс емес болуы мүмкін. Сол себептен сіз болайық, біз болайық, бай қуатты болайық, барлық нәрсені уақытылы істеп жүрейік.